Сәлеметсіздер ме кішілер? Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы абсолюттік және салыстырмалы қателік. Сабағымыздың мақсаты шамалардың жуық мәндерін табу және оларды стандарт түрде жазу. Жуық шамалардың абсолюттік және салыстырмалы қателіктерін есептеу және калькулятордың көмегімен жуықтап есептеуді орындау. Сабағымызды бастамас бұрын мына тапсырманы қарастырып көрелік. Іле Алатауының биіктігі 4972 метр. Таудың биіктігін жүздікке дейін дөңгелектеп стандарт түрде жазыңыз. Ол үшін бұл санды жүздікке дейін дөңгелектегенде жуық мәні 5000 метрге тең. Себебі 4972 саны 4900-ден 72-ге артық, ал 5000-нан 28-ге кем. Демек, оны сызба түрінде көрсететін болсақ, ол 5000 метрге жуық. Сәйкесінше 4972 саны шамамен 5000 метрге тең болады. Немесе 5000 метрді біз 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі түрінде стандарт түрге келтіре аламыз. Санды қандай да бір разрядқа дейін дөңгелектеген кезде, осы разрядтың оң жағындағы цифрлар нөлдермен алмастырылады. Егер ол цифрлар өтірден кейін келсе, алынып тасталынады. Егер нөлдермен алмастырылатын немесе алынып тасталатын бірінші цифр 0, 1, 2, 3, 4 сандар болса, онда оның сол жағындағы цифр өзгермейді. Ал егер 5, 6, 7, 8, 9 сандар болатын болса, онда оның сол жағындағы цифр 1-ге арттырылады. Демек, біз жүздікке дейін дөңгелектегенде біз 7-ге дейін дөңгелектейміз. 7-ні алғанда ол демек 4-тен үлкен, демек алдыңғы 9 саны бір санға артып 10 болады. Ал 10 санын жазу үшін 0-дің өзін қалдырып, 1-ді оның алдындағы 4 санына қоямыз. Сонда қосындысы 5 болады. Демек, бізде шамамен 5000 шығады. Келесі, санды дөңгелектегенде сан өзінің жуық мәніне ие болады. Ал дөңгелектеу дегеніміз не? Дөңгелектеу нақты оң санды белгілі бір дәлдікпен оның жуық мәнімен немесе басқа бір нақты оң санмен ауыстыру. Натурал сандарды ондықтарға, жүздіктерге, мыңдықтарға дейін және тағы сол секілді дөңгелектеуге болады. Ал енді ондық бөлшектерді бүтінге дейін, ондық үлес, жүздік үлес тағы да сол сияқты дөңгелектегенде, оның өтірден кейінгі сандар алынып тасталынады. Сандарды жуықтағанда ерек теңдік, яғни жуық теңдік белгісі қолданылады. Мысалы, 8,135 санын біз ондық үлеске дейін дөңгелектеген кезде шамамен 8,4 шығады. 26375 санын жүздік үлеске дейін дөңгелектеген кезде бізде шамамен 26400 саны шығады. 7,826 санын ондық үлеске дейін дөңгелектеген кезде бізде шамамен 7,8 шығады. Себебі дөңгелектейтін саннан кейінгі цифр бізде 0 мен 4-тің аралығында орналасқан. Демек, алдыңғы сан өзгермейді. Енді келесі тапсырмамыз тау шыңдарының биіктіктерін жүздік үлеске дейін дөңгелектеп стандарт түрде жазыңыз. Ол үшін біз келесіндей 3 таудың биіктігін алдық. Алтай тауы 4506 метр, Талас Алатауы 4482 метр, Сауыр тауы 3818 метр. Осы сандарды жүздік үлеске дейін дөңгелектеп, оны стандарт түрде жазуымыз қажет. Ол қалай көрінеді? Демек, 4506 метр шамамен 4500 метр, демек ол 4,5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесінде түрінде жазуымызға болады.
4482 метр, шамамен 4500 метр, немесе 4,5 көбейтілген 10-3 дәрежесі деп алсақ болады. Сәйкесінше 3813 метрді 3800 деп шамамен жуықтап алып, оны 3,8 көбейтілген 10-3 дәрежесі түрінде жаза аламыз. Ал жуықтап алынған шамалардың абсолюттік және салыстырмалы қателіктерін анықтауға болады ма? Ол үшін жуық мәннің абсолюттік қателігін табу үшін дәл мән мен жуық мән айырмасының абсолют шамасын қолданамыз. Ал жуық мәннің салыстырмалы қателігін есептеген кезде сол абсолюттік қателіктің жуық мәннің модуліне қатынасын тауып, оны 100%-ға көбейтсек болғаны. Енді осы орындаған тапсырма бойынша біз осы 3 таудың биіктіктерінің абсолюттік және салыстырмалы қателігін тауып көрелік. Ол үшін сәйкесінше біз олардың әрқайсының жуық шамасын стандарт түрге келтіріп, немесе сол жуықтаған түрінде олардың айырмасының модулін аламыз. Сонда бізде шамамен 6 саны шықты. Ал оның салыстырмалы қателігін тапқан кезде біз абсолюттік қателіктің жуық мәннің модуліне қатынасын алу арқылы оны шамамен 0,1 екенін анықтадық. Ал енді сол 0,1-ді 100%-ға көбейтіп, оның демек салыстырмалы қателігінің 1% екенін анықтай алдық. Келесі 4482 метр шамамен 4500 метр болады. Оның абсолюттік қателігі тапқан кезде мәндерін орнына қою арқылы оның 18 екенін анықтадық, және сәйкесінше оның салыстырмалы қателігінің 4% екенін анықтай алдық. Үшінші 3818 метріміз біздің шамамен 3800 метр болды. Оның абсолюттік қателігі ол да 18-ге тең болды. Сәйкесінше салыстырмалы қателігі 5%-ға тең екенін анықтадық. Келесі бекіту тапсырмаларын ұсынамын. Осы өтілген материалдың қаншалықты түсінікті болғанын анықтау мақсатында. Санды бірлікке дейін дөңгелектеп, оның абсолюттік және салыстырмалы қателігін табыңыз дейді. Бірінші бізде 3,6, 5,114 және 6,5 деген сандар берілген. Осыларды сәйкесінше жуықтап алып, дөңгелектеп, олардың абсолюттік қателігі мен салыстырмалы қателігін анықтадық. Сәйкесінше жуық мән дөңгелектеген кезде шамамен 4-ге тең, абсолюттік қателігі 0,10-4, ал салыстырмалы қателігі 10%-ды құрады. Келесі 5,114 шамамен 5-ге тең, оның абсолюттік қателігі 0,114, ал салыстырмалы қателігі 2,8%-ды құрады. Келесі 6,5 саны шамамен 7-ге тең, оның абсолюттік қателігі 0,5 болса, салыстырмалы қателігі шамамен 7%-ды құрады. Енді осы орындалған тапсырманы жуықталған сандардың абсолюттік және салыстырмалы қателігін табады бағалау критерийінің, сандарды бірлікке дейін дөңгелектейді, абсолюттік қателігін табады және салыстырмалы қателігін табады дескрипторлары арқылы бағалауымызға болады. Келесі тапсырманы берілген сандарды 100 мыңдыққа дейін дөңгелектеп стандарт түрде жазыңыз. Ол үшін бұл сандарды біз келесі кестемен беруімізге болады. Демек, берілген сандарды бірінші 100 мыңдыққа дейін дөңгелектейміз, одан кейін стандарт түрде жазамыз. Ал енді, балалар, орындаған тапсырмамыздың қаншалықты дұрыс екенін тексеру үшін дайын жауапты ұсынамын. Осы дайын жауап арқылы өзімізді тексеріп, сандардың жуық мәндерін стандарт түрде жасады бағалау критерийінің
сандарды дөңгелектейді, стандарт түрге келтіреді, дескрипторлары арқылы өзімізді бағалауымызға болады. Ал балалар, осы бүгінгі өтілген тақырып бойынша өз бетінше орындауға арналған тапсырмаларды ұсынамын. 5-ші тапсырма: 18,297, 43,197 сандарын ондық үлеске дейін дөңгелектеп, оның абсолюттік және салыстырмалы қателігін табыңыз. 6-шы тапсырма: 387 секунд шамамен неше минутқа тең екенін табыңыз. 7-ші тапсырма: 1 метр матаның бағасы 510 теңге. Егер 2,6 метр мата алу үшін шамамен неше теңге төлеу керек екенін табыңыз. Жауапты ондыққа дейін дөңгелектеңіз. 8-ші тапсырма: сутек атомының массасы және жердің массалары берілген. Сутек атомы мен жердің массасын стандарт түрде жазыңыз. Ендеше балалар, бүгін біздің өтілген материалды қосымша мәлімет арқылы толық меңгеру үшін келесі ресурстарды қарастыруларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.